Алар салмасындар ма? Бүгін мен айларым ерас отырыңдар. Жолда жүру ережелерін сабақ сол жайлы сабақ өтеміз. Сендермен экранға қарап отырыңдар. Балалар мына видеоны оқиға қараңдар. Бірінші қарап алыңдар, сосын мен сендерге жақсылап түсіндіретін боламын. Бүгін қауіпсіздік ережелерімен танысамыз. От тілсіз жау, сіріңкемен ойнауға, ұстауға да болмайды. Балақай, көлік жүретін жолдың үстінде ойнауға болмайды. Жүріп келе жатқан көлік тоқтай алмай қалуы мүмкін. Бағдаршамның қызыл түсі жанғанда тоқтаймыз, ал жасыл түсі жанғанда өтеміз. Балалар, жолдан жүгіріп өтуге, велосипедті мініп өтуге болмайды. Дұрысы, жүгірмей өтіп, велосипедті қолға ұстап өтеміз. Балақай, беті қолыңды жумай, тамақ ішуге болмайды. Ас ішерде міндетті түрде қолымызды жуамыз. Әр затты ұстаған сайын қолымызға микробтар жабысады. Балақай, танымайтын адамға есік ашуға болмайды. Суға ата-анаңның қарауынсыз, рұқсатынсыз түсуге болмайды. Балақай, терезенің алдына шығуға болмайды. Терезе сынып кетуі мүмкін. Кір жуатын машинаға жақындауға болмайды. Жұмыс істеп жатқанда қатты қозғалады. Көлік жүретін жолда сырғанауға болмайды. Көлік тайғанап, тоқтай алмайды. Балақай, рұқсатсыз сөмке қарауға, біреудің затын алуға болмайды. Электр қуатымен ойнама, жақындауға да болмайды. Танымайтын адамнан тәттілер алуға болмайды. Балақай, көп уақыт ұялы телефонмен ойнауға болмайды. Көзіңе зақым келеді. Бұзық болмаңдар. Үлкендерге орын беріңдер. Ешқашан өтірік сөйлемеңдер. Достарыңды мазақтамаңдар. Қолдарың бос кезде кітап оқыңдар. Сурет салыңдар. Жаттығу жасаңдар. Ата-аналарыңа көмектесіңдер. Балалар, үлкенге құрмет, кішіге қамқор болыңдар. Ата-аналарыңды, ұстаздарыңды тыңдаңдар. Жаман әдеттен аулақ болыңдар. Балалар, жаңа сендер видеоны көріп шықтыңдар, мен жеке тоқталып сендерге түсіндіріп беремін. Қашан? Сіріңке, спичка, бұл затпен ойнауға болмайды сендерге. Және де бұл затты артық нәрсеге қолданбаңдар. Бұл нәрседен от шығып кетуі мүмкін. От шықса сендер біріншіден өздерің денелеріңді күйдіресіңдер. Үйдегі заттарды өртеп алулары мүмкін. Және де сол үшін ата-аналар сендерге рұқсат. Ал балалар, және сендерге сыртқа шығып ойнайтын кезде өздеріңе жеке алаң жасалған жерлер бар. Балалардың ойнайтын. Сол жерге барып ойнаңдар тек. Ал былайынан сендер доп ойнаймыз деп жолға шығып кетулері мүмкін. Ал жолға шығып кетсеңдер, жолда әрбір машиналар, ол машиналар сендерге тоқтаймыз деп резко тоқтай алмай қалуы мүмкін. Және де бұл опасно. Және де балалар жолдың екінші бетінен өтетін кезде светофорға жақсылап мұқият болыңдар. Если қызыл жанған, бұл қызыл жанса, светофордың алдында күтіңдер. Адамдардың өзінің жүруінде жасыл жанған кезде ғана барып пешеходпен өтесіңдер. Және де басқалар көрсетем. Адам жүретін жолақпен өтетін кезде сендер велосипед, самокатпен өтетін болсаңдар, жолақтың алдына келген кезде түсіп, екі қолдарыңа ұстап, солай өтіңдер. Пешеходта жүретін кезде жүгіріп өтпеңдер. Сосын және де балалар сендер ас ішетін кезде қолдарыңды мұқият жуыңдар. Себебі сендер мектепте жүрген кезде әр нәрсе ұстайсыңдар, сол ұстаған заттарынан қолдарыңа микроб шығуы мүмкін. Ал ол микробпен сендер қолдарын жумай ішіп қойсаңдар, ертең өздеріңе зиян болады, іштерің ауырады.
балалар сосын экранға назар аударыңдар және үйдегі ыдыс жуатын, киім жуатын заттар, басқа да заттар болса, сендер оны ата-аналарынсыз өздерің шұқыламаңдар ешқашан. Олар өте апасына болуы мүмкін. Сендер басқа нәрсені басып қойсаңдар, тоқтан замкания болып, үйді өртеп алулары мүмкін. Әрқашанда ата-аналарың айтып, ата-аналарың өздері істеп берсін. Ал балалар, сендермен бүгін соңғы ереже және де сендерге дене шынықтыру сабағынан берем. Сендер әрқашанда өз-өздеріңе жақсылап қарап мұқият болып жүріңдер. Әрқашан гимнастика жасап, денелеріңді жаттықтырып жүріңдер. Сендерге бүгінгі сабақ түсінікті болды ма, балалар? Ал балалар, сендерге осы бүгін сендермен түсірген видеоны өздерінің группаларына жіберетін боламын.